Шакшука қызанақ, бұрыш, пияз және дәмдеуіштерден тұратын тұздыққа қуырылған жұмыртқадан жасалған тағам. Керек өнімдерді видеоның астына толық жазып кетемін. Ең алдымен пиязды ұсақтап тураймыз. Қалауыңыз бойынша тәтті бұрыш немесе ащы бұрышты да ұсақтап төртбұрышты қылып тураймыз. Подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліңіз, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Қызанақты екіге бөліп, үгіштен осылай ішіндегі шырынын аламыз. Табаға өсімдік майын құйып, оны қыздырамыз да біздің пиязды салып, оның түсі мөлдір болғанша қуырамыз. Одан кейін тәтті бұрышты салып, олы жұмсарғанша тағы да қуырамыз. Екі тіс сарымсақты үгіштен өткізіп, оны да салып, жақсылап қуырамыз. Үгіштен өткізілген помидордың шырынын салып, араластырып, бір бұрқ етіп қуырамыз. Дәміне қарай тұз, түрлі дәмдеуіштер және қара бұрыш салып, араластырамын. Тұздықтың түсі өзгергеннен кейін бетіне осылай бүтіннен жұмыртқаларды жарып шығамын. Жұмыртқаны да тұздаймын және қара бұрыш саламын. Отты азайтып, бетін жауып 5 минутқа қоямын. 5 минуттан кейін бетін ашамыз және өзіңіздің қалауыңыз бойынша ас көктер сеуіп шықсаңыз болады. Міне біздің таңғы ас дайын, өте дәмді және пайдалы. Бұны таңғы асқа нанмен бересіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Тағы да қызық рецепттер болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Достар, менің каналыма кіріп, подписаться батырмасын басқан кезде қоңырауша болады. Все дегенді таңдайсыз. Одан кейін каналда плейлисті деген жерді басып, ол жақта түрлі плейлисттарда түрлі тағамдар бар. Бірінші тағамдар, екінші тағамдар, қысқа дайындық және пісірмей дайындайтын тағамдар, ұннан, еттен, тауықтан, балықтан, түрлі пирогтардың түрлері бар, закускалар, фастфудтар және де торттардан түрлері бар. Міндетті түрде видеоларды соңына дейін көріңіздер. Сіздерге арналып, түсінікті ғып түсіргенмін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.